Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге DeepSeek жасанды интеллект туралы айтып беремін. DeepSeek Қытайда құрылған жасанды интеллект компаниясы. Ол 2023 жылы жарық көрді. DeepSeek жасанды интеллект арқылы көптеген пайдалы істер жасауға болады. Мысалға, эссе жазу, математика есептерін шығару. Ол мәтінді талдау, тілдерді аудару, сұхбаттар жүргізу, код жазу және басқа да тапсырмаларды орындай алады. DeepSeek зерттеулеріңізді жеңілдетіп, жұмысыңызды тез әрі сапалы атқаруға көмектесетін ақылды көмекші. Енді біз DeepSeekті қалай көмекші құрал ретінде пайдалануға болатыны жайлы нұсқалық көрсете кетсек, ең алдымен App Store немесе Google Play, Play Market қосымшалары арқылы DeepSeek қосымшасын жүктеп аламыз. Яғни барлық платформаларда DeepSeek қосымшасы қолжетімді болып табылады. Осылайша біз тіркеуден өтеміз. Зарегистрироваться батырмасын басып, өзіміздің почтамызды, паролімізді енгізу арқылы қосымшаға тіркелеміз. Начать чат батырмасын басамыз. Осылайша біз DeepSeek қосымшасына кірдік. Ендеше біз өзіміздің сұрақтарымызды қояйық. Осылай сәлемдесіп алдық. Мысалы, мен пән мұғаліметінде өзімнің бастауыш сыныптағы 4-ші сынып оқушысы Ермахан Шоғаны ғылыми зерттеу жұмыстарына қатыстырғалы жатырмын. Маған қандай ұсыныстар бере алсын? Көріп тұрғандарыңыздай маған бірнеше ұсыныстарын беріп жатыр. Тақырып таңдау, зерттеу жоспары, жобаны рәсімдеу, қызықты идеялар және де жетекшіге кеңес деген секілді өзінің ұсыныстарын ұсынды. Келесінде басқа сұрақ қойып көрейік. 3-ші сынып оқушыларының деңгейіне сай келетін математика пәнінен қызықты логикалық тапсырма жасап берсең. Көріп тұрғандарыңыздай, маған 3-ші сынып оқушысының деңгейіне сай логикалық тапсырмалар жасап берді. Бұл жерде сұрағы, жауабы, шешуі барлығы да толықтай көрсетілген. Және де айтар кетерлік, мысалы біз жаңа чат аштық. Осылайша историяларды, яғни бұрынғы сұраған сұрақтарымыздың барлығы осы жүйеде сақталып тұрады. Яғни кез келген уақытта сол ақпарат қажет болып жатқан жағдайда кіріп, сол ақпаратты қайта көруге болады. Бұл қосымшаның бірден бір ерекшелігі, мұнда документ, фото, файлды енгізу арқылы қайта өңдеуге, жүктеуге, немесе түзетуге болады. Және де бұл жерде аудиожазба ретінде де сұрақтарымызды аудиожазбаға жазу арқылы сұрақтарымызды қойып жауабын алуға болады. Мінекей сіздермен бірге DeepSeek жасанды интеллект көмекші құралын қалай пайдалану жөнінде нұсқалықты толығымен түсіндірдік. Сіздерге ақпарат қызықты, пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаймыз. Қош, сау болыңыздар.